Маңғыстауданы Шетпе кентінде сервистік әкімдік ашылды. Жаңа кеңседен тұрғындар ауыл шаруашылығы, тұрғын үй, жер қатынастары, білім, жұмыспен қамту саласындағы қызметтерді ала алады. Осылайша шалғай ауылдардан келгендер әр кеңсеге барып, уақыт жоғалтпай, осы жерден құжаттарын тиянақтайтын болады. Сондай-ақ қызметтің сапасын көтеріп, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру арқылы сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге септігін тигізбек. Айта кетейін, бұл бастама президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын мемлекет құру және халықтың мемлекеттік аппаратқа деген сенімін арттыру мақсатында қолға алынған. Қайда бару керегін білмей жатады, құжат жинауда қателіктерге орын алады, алыс ауылдардан келіп, кейін қайтып кетеді, ол істер бітпей жатады. Ендігі жерде осы орталыққа келсе, мамандардан кеңес алып, өздерінің жұмыстарын жеңілдетеді деп ойлаймыз. Қандай да бір мәселелер шешілмесе, мұнда аудан әкімдігі бар, ішінде адалдық алаңы бар, қызмет етеді. Сол жерлерге барып, өздерінің жалғы дейді ғой, солар болса, сол жерлерге барып айтып, шағымдануға болады.